Темекінің адам ағзасына зиянды екені жайлы көп айтылады. Сол үшін кәсіби спортшылар көбіне темекіден алыс жүреді. Десе де көк түтінге көміліп жүретін көпке таныс футболшылар да жоқ емес. Енді қарағай журналистердің нысанына ілігіп қалған танымал футбол жұлдыздарымен таныс болайық. Сәлем, сіздермен Найман каналы. Арсен Венгер спорт ғылымы мен медицинасы мен психологиясымен айналысатын білікті маман болса да, Венгер басқаларға темекі тартпау туралы ақыл айта алмайды. Себебі профессор өзі де жеңілістің кермек дәмін көк түтінмен басатын кісілердің бірі. Марчелло Липпи 2006 жылы әлем чемпионатын ұтқан атақты бапкер Липпи Италияның Тоскана өңірінде өсірілетін ерекше сигареттің тұрақты тұтынушысы. Он неше жыл бойы ол осы әдетінен арылған емес. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, алдағы видеоларды жіберіп алмайсыздар. Марадона аргентиналық футбол патшасының ішімдік пен шегімдікке әуестігі әлемге белгілі. Ұзақ уақыт бойы тым ауыр дәрежелі сигарет өнімдерін тұтынғандықтан 2004 жылы қатты науқастанғаны да бар. Спорттағы мансабын аяқтаған соң қатты семіріп кетуіне де осы нашар әдеті себеп болса керек. Зинедин Зидан 2002 жылы темекі шегуге қарсы әлемдік іс-шараға қатысып белсенділік танытқан. Бірақ өзі темекіні жек көрмейді. 2006 жылы әлемдік чемпионатының жартылай финалы Португалияға қарсы ойын алаңында оның өз-өзін сабырға шақырып тұрған сәтін журналистер суретке түсіріп алған болатын. Кейін Реал Мадрид командасында Анчелоттидің көмекшісі болып жүрген кезінде италиялықпен бірге темекі тарту тұрақты дағдыға айналған көрінеді. Марио Балотелли италиялық тентек футболшы Балотеллидің темекімен әуестенетіні де қатты жасырын іс емес. Өзінің бас бұзарлығымен де жақсы танылған шабуылшы бір кездері бас бапкер Манчинидің ашуына жиі тиетін болған. Оның осындай қылығына күйінген Роберто бапкер, егер Марио менің ұлым болса, жақсылап тұрып жұмсақ жерінен тебер едім деп ашуланғанда болатын. Карло Анчелотти Анчелоттидің темекіні тастаудың қиындығы Реал Мадридке 10-шы чемпиондар лигасын жеңіп берумен бірдей деген атақты сөзі бар. Өзі мойындағандай, Карло темекінің нағыз әуескері. Футболшы кезінен бастап шеккен. Бапкерлікке келген соң да бұл әдетін қоя алған жоқ. Тіпті Милан клубында жүргенде қосалқы құрам орындығында отырып ақ түтіндетіп отыра беретін болған. Сіздерді Найман каналының Instagram парақшасына және де ВКонтакте желісіндегі группасына тіркелуге шақырамыз. Тіркеліңіздер, қызықтың бәрі осында.